Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін біздегі шығарылым UFC тарихындағы аты аңызға айналған, UFC тарихындағы аты аңызған комментатор, барлығымыздың сүйікті комментаторымыз Джо Роганға арналады. Джозеф Джеймс Роган, ол әрине біз білетін Джо Роган. Ол 1967 жылы дүниеге келген, Американың Нью-Джерси штатында дүниеге келіп, сол жақта үлкен мектеп бітіріп, уақыт өте келе өзінің комедиялық карьерасын бастаған. Яғни Джо Роган ол UFC комментатор болмас бұрын, оны көбісі біле бермейді. Джо Роган ол бірінші кезекті комедиялық актер болып бастаған. Ол Голливудтың кейбір комедиялық сериалдарына түскен, уақыт өте келе өзінің комедиялық шоуын ашқан, және де комедиялық шоумен қатар стендапты да бастаған адамдардың бірі осы Джо Роган деп айтсам қателеспеймін. Джо Роган UFC-ға, яғни ақпанның 8 күні 1997 жылы өзінің бірінші комментаторлық жұмысын бастаған болатын. Яғни бүгін дәл осы видеоны жазып отқан кезде Америкада 8 ақпан күні бүгін 2024 жыл. Яғни бүгін Джо Роганның UFC-де комментаторлық жұмысын бастағанына дәл 27 жыл болды. Джо Роган ол UFC тарихындағы ең атақты карттардың барлығында комментатор болдық деп айтсақ болады. Олардың ішінде әрине Джон Джонстың қатысуымен, Конор Макгрегордың қатысуымен, Хабиб Нурмагомедовтың қатысуымен, сонымен қатар аты аңызға айналған өте Израиль Адесanya, Камару Усман сияқты аты аңызға айналған бүкіл боецтердің картында ең басты комментаторлардың бірі әрдайым Джо Роган болған. Джо Роган тек қана UFC-да емес, сонымен қатар оның көптеген басқа да проектілері бар. Ол әрине бірінші кезекте ол әрине барлығымыз білетін Джо Роган Experience деп аталатын подкаст. Ол әлемге әйгілі нөмірі бірінші подкаст деп айтсам да қателеспеймін. Ол подкастқа әлемге әйгілі неше түрлі адамдар келеді. Олардың ішінде әрине бірінші кезекте Илон Маск келіп кеткен бірнеше рет. Марк Цукерберг келіп кеткен, Фейсбуктың иесі, барлығымыз білетін. Сонымен қатар Гуглдың да иесі. Және де UFC-ге басты нәрсе ол UFC-дің көптеген боецтері, UFC-дің атаңызға айналған боецтердің барлығы да осы подкастқа келіп кеткен. Атап айтатын болсақ, Джо Роган подкастына Джон Джонс, Даниэль Кормье, Израиль Адесanya, Камару Усман, Шон Стрикленд, тағы да барлығы келіп кеткен. Және де Джо Роган сонымен қатар өте көптеген бизнес бастамаларында иесі болып табылады. Ол Джо Роганның атындағы стейктар да бар, Джо Роганның атындағы өте көптеген снектар да бар, Джо Роганның атындағы өте көптеген ресторандар да бар. Джо Роган өзі дәл қазіргі сәтте Америка құрама штаттарында, Техас штатында, Остин қаласында өмір сүреді. Остин қаласында өзінің подкастын жүргізеді әрдайым. Джо Роган осы жақында ғана Джо Роган Experience деп аталатын өзінің подкасты арқылы өте қомақты қаржыға кенелді. Яғни Джо Роган Experience подкасты мен Spotify арасында үлкен келісімшарт жаңартылған болатын. Осыған дейінгі келісімшарт $200 миллион келісілген болса, жаңа келісімшарт бойынша Джо Роган Experience мен Spotify арасындағы келісімшарт $250 миллион құрап отыр. Яғни бұл деген сөз Джо Роган нағыз бизнестің адамы, нағыз ең ақылды адамдардың бірі деп айтсақ, қателеспейміз. Әрине үлкен былай айтқанда Джо Роганға уважуха. Бұл видеоны көріп тамашалағандарыңызға үлкен алғыс айтамын. Джо Роган туралы білгілеріңіз келсе, тағы да астына комментарий жазып, лайк басып, әрине басты нәрсе менің YouTube каналыма жазылыңыздар. Жазылмай тұрып көрмеңіздер, ол өте үлкен күнә. Сондықтан да менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Күндеріңіз сәтті өтсін.